жылдам ақпарат тарады. Көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарына біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Тағы бір облыс ардагерлеріне 5 миллион теңгеден беретін болды. Жетісу облысында жетістің 80 жылдығына орай соғыс ардагерлеріне біржолғы төлемдер беріледі. Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының редакциямызға берген жауабына сәйкес 2025 жылы Жетісу облысында Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығына орай ардагерлер мен оларға теңестірілген санаттағы азаматтарға біржолғы әлеуметтік төлемдер қарастырылған. Облыста қазіргі уақытта бар болған 3 соғыс ардагері қалған. Олардың әрқайсысына 5 миллион теңгеден төлем беру жарияланып отыр. Сонымен қатар, төмендегі санаттағы азаматтарды мемлекеттік қолдаудан тыс қалмайды. Соғыста қаза тапқан немесе мүгедек болған жауынгерлердің жесірлеріне 52 адамға 100 мың теңгеден, фашистік қолсеңгерлердің кәмелетке толмаған тұтқынына 1 адамға 100 мың теңге, тыл еңбеккерлеріне 100 мың теңгеден төленеді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.